Армысыздар, құрметті көрермен, бұл GG студия. Бүгін біз қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру тақырыбын мәжіліс депутаты Мұрат Ергешбаев мырзамен талқылаймыз. Мұрат мырза, қош келдіңіз біздің жылжымалы студияға. Сонымен мынаны мәселеден бастайық. Халықаралық ұйымды білеміз, біз ФАТФ-ты, Қазақстанның ақшаны жылыстатуға қарсы күрес шараларын стандартты деп бағалапты. Стандартты дегеніміз бұл төмен емес, бірақ стандартты дегеніміз жоғарыда деп біз айта алмаймыз. Осы бағаны жақсы деген 5 деген бағаға өзгерту үшін енді сіздердің тараптарыңыздан қандай ұсыныстар тасталды, нені өзгерту керек? Негізінде енді айту керек, жаңағы ФАТФ-тың ұсынысы бойынша негізі 40 бізге ұсыныстар берген өзгертуге, соның бүгінгі таңда 33-і негізі орындалған, енді қалған 7-еуі, сол 7-еуді сәйкестендіру үшін жаңағыдай осы заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді шын айтқанда ол енді бекітілгеннен кейін, егер де оны келісім алсақ, қазір екінші оқылымнан кейін, сонда ол жаңағы жоғары деңгейде болады деп саналады. Себебі ол бүкіл әлемдік тәжірибе, мысалы. Сондықтан оны міндетті түрде біз пайдалануымыз керек. Әрине бұл қазір таңда өте бір үлкен бір күрделі мәселе деп айтуға болады. Себебі енді қазіргі интернет алаяқтық, цифрлық алаяқтық дейді ғой. Соның барлығы мысалға қазірде бір орында тұрмайды, ол күн сайын өзгеріп жатыр, күн сайын жаңа тәсілдерін тауып жатыр. Сондықтан соның алдын ала алу тәсілін ұйымдастыру деген мәселесі бойынша осы заңдарды өзгерістеріне енгізді. Ең басында мына енді қаржы мониторингтің тізіміне біраз ұйымдарды кіргізіп жатырмыз. Оның ішінде жаңағы ұялы телефонымыз бар. Бұл енді ұялы телефон, байланыс телефондардың компаниялардың негізі былай кедергі біраз түсініспеушілік болды. Депутаттардың арасында да тартыс болды. Бірақ енді міндетті түрде оны қосу керек болды. Себебі біздің көзіміз қазіргі таңда жетіп жатыр. Себебі сол телефон арқылы аударылма ақшалардан мыңдалап аударылады да, сосын бір жағынан жинақталып, оны жаңағыдай сыртқа шетелге де жіберу сондай бір нелер бар екен, тәжірибелер бар екен. Сондықтан соны алдын алу үшін осындай тәсілдер шығарған. Екінші мәселе, тұрғын үйді салу мәселесі бойынша ол жақта да алаяқтық бар екен. Себебі мысалға біздің адвокат деп кешіріңіз, біздің нотариус конторлардың барлығы қазір олар реттелген. Олар мысалы 50 миллион теңгеден асқан келісім шарттарды міндетті түрде бақылауға алынады, сараптауға алынады. Базарбек Бақытжан, сіздің әріптесіңіз, неге мысалы біз Астана хабты қоспаймыз деді, эндаумент қорларын айтты, тағы да активтерді қайтарумен айналысып жатқан компания, осыларды тізімге неге енгізбейміз? Сіздің ойыңызша бұл ұсыныс қаншалықты дұрыс және екінші оқылымға дейін қарастырасыздар ма? Бұл міндетті түрде енді депутаттықтың ұсыныстары біз міндетті түрде қараймыз. Бізде бірақ мұна жаңағы қаржы мониторингтің тізіміне субъектілеріне енгізілгендердің ішінде мемлекеттік емес ұйымдар бар. Қорлары бар. Енді оны зерттеуіміз керек, егер эндаумент қоры соның ішіне кіре ме, кірмей ме? Егер де кіретін болса, онда эндаумент қордың уже былай бөлек шығуы болады. Өтел алымына жауапты компанияны атады. Оған не дейсіз? Қалай? Өтел алымына жауапты компанияны атады, сіздің әріптесіңіз? Енді бұның барлығын әрине біз тек қана депутаттар емес, біз жаңағы барлық мемлекеттік органдармен, қауымдастықпен, солармен бірге ақылдасамыз. Мысалға, күні ертең ғана біз атамекен палатасымен кездесіп, осы мәселелерді талқылауымыз керек. Себебі енді олар енді барлық бизнес қауымының өкілдері ғой. Сондықтан солармен бірге бір мәмілеге келуіміз керек. Бір жағынан енді қатты бір мәмілеге, осы қоғамның бір мәмілеге келіп, осы шешім қабылдаған дұрыс деп ойлаймыз өзіміз басымыз. Әрине бұл енді заң бара-бара бұл өзгере береді, жаңалықтар бола береді, мысалға тағда да қосымша ұсыныстар болады. Бұның бәрі өзгереді. Бірақ бүгінгі таңда екінші оқылымға дейін бұл оптималдық вариантта болған дұрыс шығар деп ойлаймыз енді. Қазір енді мына ұсыныстары дұрыс мақұлданады, мына ұсыныстары мақұлданбайды дегенде бір сөзбен айтуы қиын қазір. Себебі жан-жақты ұсыныстар, жаңа ғана айтып отырмын ғой, жаңағы байланыс компаниялардың барлығы қазір бұған енді келісім бермей жатыр. Олардың енді өздерінің мотивациялары бар мысалға. Соны енді бұның барлығын зерттеу мүмкін, онда да олардікінің дәлелді де оң шығар деп ойлаймыз, кім біледі. Сондықтан соның барлығын зерттеуіміз керек. Ең бастысы енді дұрыс жұмыс істейтін заң керек бізге. Ең басты жаңағы қылмыспен алған қаражаттардың барлығын алдына шектеу қоюымыз керек. Сосын
естіген шығарсыздар, жаңағы ұлттық банктың орынбасары да 15 миллиард доллар жаңағы мәлімет бойынша бізде Қазақстаннан тыс шығып кетті деген әңгімесі болды. Енді о жағында да мысалға ол не деген сөз, бұл деген сөз, бұл жерде біздің бақылауымыз жоқ. Ол осы 15 миллиард доллар біздің Қазақстанымызға жұмыс істейтін қаражат еді. Біріншіден осы жерден табыс тапқан қаражат, екіншіден ол сыртқа кетіп жатыр. Сондықтан осындай жұмыстарды біз алдын ала алу үшін. Сондай-ақ 42 миллиард доллар бізде көлеңкелі экономикада жүр дегенде дерек айтылды. Ол да осындай мәліметтер бар енді, бірақ енді осының бәрін алдын алу үшін жасалатын жұмыс қой. Әрине, жаңа қайталаймын, идеалдық формула болмайды. Бір идеал шешім болмайды. Сондықтан сол, бірақ оған біз тырысуымыз керек, соған бір келуіміз керек. Жақсы, Мұрат мырза, заң жобасында жаңа ұғым еніп отыр, заң жобасына, салалық бағалау дейді. Осыған тоқталып кетіңізші, түсіндіріп көрермендерге. Ол не? Бұл бағалау негізі екі бағалауға бөлінеді. Бірінші ұлттық бағалау, оны өзі уәкілетті орган өзі айналысады онымен. Негізінде екінші секторалдық бағалау дейді. Себебі барлық қаржы ұйымдар өздері осындай бір жағдайда бағалауын өздері жасап, айналысып, содан кейін егерде күмән келтіретін болса, онда жаңағы өкілетті органға тапсыру керек. Себебі енді мысалға бізде 100 миллионнан астам аударымдар бар, одан да көп шығар енді. Соның ішінде мысалға біздің қаржы мониторинг агенттігі күніне осындай бір күдікті есеп шоттардың 2,5 миллионын тексереді. Ол тек қана ол әшейін 2,5 шотына ақша түсті деген сөз емес. Ол қаяқтан түсті, кімнен түсті дегендей, бағыты қандай түскен қаражатын, соның барлығын зерттеледі, және де оның мерзімі, қай мерзімде төленіп отыр, мүмкін күн әрі төленіп отыр, мүмкін ай сайын төленіп отыр. Соның барлығын зерттеп, содан кейін жаңағы мынау күдікті, мынаумен айналысу керек, осыны зерттеу керек деп шешім қабылдайды. Бұл сонда ішкі бақылау болып тұр ма? Сыртқы емес? Бұл бірінші қарапайым сөзбен айтсақ, ол шынымен ішкі бақылау, сосын сыртқы бақылау болады. Сыртқыны айттыңыз, жақсы. Сыртқысы жаңағыдай. Ішкі бақылауда барлық қаржы ұйымдар, банклер, жаңағы қаржы ұйымдар, жаңағы біздің жаңағы осы байланыс телефон компаниялары, барлығы өздері бірінші бақылау жасау керек. Өздері жүргізеді? Өздері жүргізу керек. Тәуелсіз сарапшылар жүргізбейді? Бірінші жүрмейді, бірінші өздері жүргізу керек та, сосын ояққа айту керек. Мынау осы күдікті болады. Мен сізге тағы да бір айтайын, бір банктың атауын айтпай ақ қояйын, бірақ енді дәл осындай бір күдікті бір аударымдарды олар мысалы өздері зерттеді. Бірнеше аударымдар болды, бірнеше сосын олар бұл осыны зерттеп байқағанын күмәнданады бұл аударымдарға. Сосын алады да, осыны аударғанды алады, сосын жаңағы біздің өкілетті орган қаржы мониторинг агенттігіне береді. Сөйтіп жаңағы олар ары қарай жұмыс істеп кетеді. Себебі енді қараңыз, біз қазір бұл субъекттердің ішіне тағы да қосымша кіргізіп жатырмыз ғой. Компанияларды, ұйымдарды барлығын кіргізіп жатырмыз. Бұның барлығын бір жаңағы қаржы мониторинг агенттігі бір мезгілде, бір мезетте оны тексеріп шығара аламайды, оны алып кетуі мүмкін. Сондықтан жауапкершілікті осы жаңағы қаржы мониторинг бюросына кірген компаниялардың өздеріне де жауапкершілікті беріп жатырмыз. Міндетті түрде болады. Бірақ енді оларды барлығы оған келіскен, барлығы соған дайын, барлығының мүмкіндігі бар. Негізінде барлығында өздерінің комплайнс компания несі бар, жаңағы қызметі бар, сондықтан олардың барлығы өздері зерттеп жатыр. Бұл енді айту керек, әсіресе мына банк жүйесінде бұл жақсы дамыған негізінде түбінде. Ал бірақ енді біз қосымша жаңа басқа саладағы компанияларды қосып жатырмыз ғой. Сондықтан оларға да осындай талап қойылып жатыр. Ол өте орынды деп ойлаймын өз басым. Түсінікті. Мұрат мырза, көп рахмет бүгін біздің студияға келіп көкейіміздегі сауалдарға жауап бергеніңіз үшін. Рахмет. Сізге рахмет.